Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Аружан. Бүгін каналымда осындай дәмді әрі тойымды рассольниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қазанға су құйып, етімізді салып, қайнатып аламыз. Қайнаған соң көбігінен тазартып, егер тұздалмаған ет болатын болса, аз мөлшерде тұзымызды салып, бетін жауып, тағы да қайнататын боламыз жарты сағатқа. Қазанымыз қайнаған соң, жақсылап жуылған перловкаларымызды салып, етпен бірге тағы да қайнататын боламыз. Біздің перловкамыздың толықтай пісуі қажет. Қайнаған сорпамызға осылай сәбізді үккіштен өткізіп салдым. Егер сәбізді ұнатпайтындар болса, осылай үккіштен өткізіп берсеңіздер болады. Содан соң бірден осындай банкаға жабылған салатты салып, барлығын бірге қайнатып алдым. Салаттың орнына томатты қоссаңыздар да болады. Міне біздің қазанымыз жай отта қайнап жатыр. Отты міндетті түрде жай отқа қойып қойыңыздар. Біздің сәбіздеріміз, картошкаларымыз езіліп кетпес үшін, етіміз қатты болып қалмас үшін. Қайнап тұрған сорпамызға мен осылай кубик тәрізді етіп турап алдым. Картошкаларымызды салатын боламыз. Барлық ингредиенттерді өзіңіздің отбасыңыздағы адамға шақтап салсаңыздар болады. Етті де дәл солай салсаңыздар болады. Менде жылқының еті тұздалмаған болғандықтан аз мөлшерде тұзды қостым. Осылайша менің рассольнигім дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.